Үйдегілер бір ерекше тағам жасаш, тек қана макарон емес деген кезде дәл осы тез жасалатын ерекше тағам жасаймын. Бұл енді барлығына ұнайды. Сізде жасап көріңіз. Алдымен күрішімізді пісіреміз. Менде Веста басматидің осында езілмей шашырап пісетін күрішін қолданам. Жақсылап тұрып 5-6 қайтара жуып аламыз. Енді майымызды қыздырып, күрішімізді аздап қуырамыз. Тұз саламыз. Кішкене қуырғаннан кейін күріштің бойымен бойлап су құйып, баяу отта астын, яғни жайлатып, бұқтырып, жарты сағаттай пісіреміз. Оған дейін ірілеп туралған картопқа тұз, бұрыш, паприка, басқа да дәмдеушілер салсаңыз болады. Сұйық майды құйып араластырып, противенге салып, 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Ал подливасына етімізді қуырып, тұзын салып, баяу отта оны жарты сағаттай бұқтырамыз. Одан кейін барып, кез келген көкөніс қоссаңыз болады. Мен қатырылған бұрыштар мен пияз қостым. Күрішіміз міне осылай шашырап, әдемі болып пісіп шығады. Енді үлкен табаққа осылай бірінші кесемен 3 жерге қойдым күрішті. Одан кейін барып араларына картобын салдым, ең ортасына подливасын салып, күріштің үстінен кетчуппен әсемдеп шықтым. Енді ол қалауыңызша осылай ұсынсаңыздар әдемі көрінетін болады. Енді осындай ыстық тағамды әрқашан біз байжи классикалық түйіршіктелген қара шаймен бірге ішеміз. Құрамы таза, бояғышсыз шайлардың бірі, өте дәмді, бізге қатты ұнайды. Міндетті түрде сіздер де осылай жасап көріңіздер. Баршаларыңызға ас болсын.